Саған долларлық миллионерлер елін көрсеткенімді қалайсың ба? Мұндағыларының бәрінің бай болғаны сонша бір кездері доллар тұсқаға және орау қағаз ретінде пайдаланған. Олар доллар толтырылған арбалармен саудаға шықты. Жергілікті суретшілер олардан өнер бұйымдарын жасап, ғашықтар үйлену тойларында едендерді банкноталармен жапқан. Бұл елде барлығы миллиардер болмаса, долларлық миллионер болған. Бірақ бір ескерту бар. Зимбабве долларына толы үй бар миллионер. Бұл қалай болды? Зимбабве ешқашан гүлденген ел болған емес. Тіпті африкалық стандарттар бойынша бұл жерде жағдай өте қайғылы болды. Ал 2000 жылдардың басында мемлекеттің ақшасы таусылды. Үкімет не істеді? Бәлкім біраз реформалар жүргізді, сауда шарттарын жұмсартты, өндіріске инвестиция салды ма? Жоқ. Жігіттер ақша басып шығара бастады. Нағыз генийлер. Бұл 2008 жылы инфляцияның айына шамамен 80 миллиард пайыз және жылына 96 триллион пайыз болуына әкелген ең ақылды шешім. Бір сәтте олар оны мүлдем санауды тоқтатты. Сондықтан ол жоғары болуы мүмкін. Ол шығарылған қағаз ақшаның өзінен құндырақ болу үшін қанша ақша басып шығару керек болды? Онда 100 триллион долларлық купюра болды. Айтпақшы, енді сіз оларды танымал сайттардан сатып ала аласыз. Елдегі барлық заттардың бағасы 24 сағат сайын 2 есеге өсті. Гиперинфляция Зимбабвенің әрбір бизнесін және үкіметтің жинақтарын жойды. 2008 жылы Зимбабведегі азық-түлік сатып алу сапары былай болды. Олар нан сатып алу үшін базарға барады. Оның құны шамамен 15 миллиард долларды құрайды. Есептеу кезінде оның бағасы көтерілуі мүмкін еді. Барлық жерде хаос болды. Мұндай жағдайда сауда жасаудың қалай болатынын ешкім түсінбейді. Сондықтан көп адамдар қара базарға басымдық берді. Сіз ол жерге келіп, сирек кездесетін тоты құсты 1-2 бөлке нанға немесе бір бөтелке сүтке айырбастап ала аласыз. Сіз сондай-ақ жұмыс таба аласыз, өйткені елде онша жұмыс жоқ. Нәтижесінде Зимбабвенің қаржы жүйесі құлдырады. 2009 жылы ел біршама тұрақтылықты сақтау мақсатында оңтүстік Африка ранд және ақш долларына көшті. Және 2019 жылы 10 жыл қателіктерін түсініп, экономикалық реформалардан кейін үкімет Зимбабве долларын айналымға қайтарды. Және бәрі жақсарды. Сол емес пе? Мүлдем емес. 2023 жылы Зимбабведегі жылдық инфляция 230%-ға жетті. 2008 жылы сандарды еске түсірсеңіз, жаман емес. Бірақ өткен жылы Зимбабве үкіметі құнсызданған ескі валютаның орнына жаңа валюта енгізетінін хабарлады. Зимбабве алтыны. Бұл атау және бұл валюта алтынға байланған. Сондықтан оның Зимбабве доллары сияқты тез құлдырауы екіталай. Жоқ. Зимбабве алтыны айналымға енген күннен кейінгі күні оның құны 435%-ға төмендеді. Сондықтан Зимбабве тұрғындары жиі басқа елдердің валюталарымен немесе криптовалюталарын пайдаланады. Не үшін деп сұрауыңыз мүмкін. Зимбабведе елде үнемі экономикалық тұзаққа итермелейтін не болып жатыр? Бірінші себеп оның өте жақсы орналаспағандығы. Міне, картада Зимбабве. Елдің теңізге шығуы жоқ, көршілермен қарым-қатынасы нашар. Егер сіз біреумен сауда жасағыңыз келсе, оның шекарасынан тауар тасымалдауыңыз керек. Африка шекаралары тек бірнеше офицерге қосымша ақша төлеуге дайын адамдарға арналған. Бұл сыбайлас жемқорлық жұмағы. Сондықтан шынын айтсам, олар тіпті зимбабвелік тауарларды көп шығармайды. Егер сіз оларды осылай атасаңыз, және осыған байланысты Зимбабве жан басына шаққандағы сауда көлемі бойынша әлемде 203-тен 181 орында. Өндірістің болмауының екінші себебі Зимбабведе 17 миллионға жуық халық бар. Және олардың 2-ден 3 бөлігі қарапайым егіншілікпен айналысады. Бірақ қалғандары бірдене өндіріп, ағын және орта бизнесті дамытатын шығар. Ал темекі, алтын, есірткі, контрабанданы осылай атауға болса. Бірақ Зимбабведе жер бетіндегі ең үлкен алтын қоры бар деп естіген шығарсыз. Естімеген болсаңыз, енді білесіз. Демек, олар оны көп мөлшерде өндіреді дегенді білдіреді ме? 2024 жылы Зимбабве өз рекордын жаңартты. Және 36 тонна алтын өндірілді. Әйтеуір қарапайым. Бұл мысалы тип 80 жеңіл Қытай танкінің салмағы. Бірақ біз ресми сандар туралы айтып отырмыз. Ал мамандардың айтуынша, тағы 70 тонна алтын елдің із-түссіз жоғалып кетті. Заңсыз жолмен сыртқа шығарылды. Зимбабведе алтыннан басқа хром, платина және литий де өндіріледі. Бар болғаны
елдегі өнеркәсіптің барлық басқа салалары жоқ. Бұл салада әлемнің дамыған елдермен былай тұрсын, көршілермен де бәсекеге түсе алмайды. Зимбабве барлығын дерлік импорттауға мәжбүр. Киім-кешек, азық-түлік, химия, өнеркәсіп тауарлары, энергетика. Ел импортқа апатты түрде тәуелді, бірақ іс жүзінде ештеңе экспорттамайды. Зимбабвенің қазіргі жағдайының үш себебі. Мен сізге ұзақ әрі қызықсыз әңгіме айтпаймын деп уәде беремін. Тарихи, сіз және сіздің достарыңыз банту тайпасының қарапайым жігіттер екеніңізді елестетіңіз. Зимбабведе өмір сүресіз, тары мен жүгері өсіресіз, би билейсіз және бір-бірімен сауда жасайсыз. Балшықтан жасалған салқын үйлеріңізде ұйықтайсыз. Бірақ содан кейін португалдықтар сізге сұрамай келіп, бұл қазір біздің жер деп атайды. Сосын ағылшындар сұрамай кіріп келеді. Жоқ, бұл біздің жер деп. Бұған қуанбайтыныңыз анық. Бірақ британдықтар сіздің территорияңызда пайдалы қазбаларды өндіруге айырбас ретінде сізге қару-жарақ, ақша және басқа да керемет заттарды ұсынады. Негізінде мәміле жақсы. Бұл жерде не қате болуы мүмкін? Бұл туралы 1895 жылы бизнесмен және саясаткер Сесил Ротс тайпалармен келісімге сілтеме жасай отырып, Зимбабве аумағында британдық оңтүстік Родезия колониясының негізін қалады. Оның тұрғындары тыныштықта алтын өндірді. Байырғы халықтан жер алып қорықтарға айдады. Олардың көңіл күйлері нәсілшіл болды. Елдегі шаруа қожалықтарының, шахталардың, кәсіпорындардың және жерлердің көпшілігі ақтардың иелігінде болды. Жергілікті тайпалар бірнеше шағын көтерілістерге шықты, бірақ олар аяусыз басылды. Осының салдарынан жергілікті халық ауыр және аз төленетін жұмыстарды атқаруға мәжбүр болды. Отарлаудың академиялық мысалы. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Африка елдері ақ нәсілдердің біздің аумақтан кететін уақыт келді деп шешті. Родезияда мұны Запу және Зану қозғалыстары қолға алды. Олар үкіметтен қара халықтан тең құқық беруді талап етті. Бірақ мемлекет былай деп жауап берді: тамақ үшін жұмыс істей бер және мойынды сыртқа шығарма. Бірақ батыс әлемі байырғы халықты қолдап оларға көмектесу үшін Родезияға қарсы санкциялар салды. Елде ақтар мен қаралар арасындағы соғыс басталып 15 жылға жуық уақытқа созылды. 1980 жылы оңтүстік Родезия тәуелсіздік алып, өзін Зимбабве деп атады. Байырғы халық жеңді. Шындығында экономика енді жоқ. Айналада қирау құрбандары көп. Елді кім құтқарады? Сіз оны білесіз. Олай болмаса да, оның фамилиясын бір жерден естіген шығарсыз. Міне ол, Роберто Мугабе, Зану қозғалысының жетекшісі, нағыз патриот және Зимбабвенің құтқарушысы. Жарайды, ол өзін дәл солай көрген шығар. Шындығында бәрі сәл басқаша болды. Билік басына келген Мугабе сенатты өзгерту туралы шешім қабылдады және оның саяси ұстаныммен келіспеген 20 мыңға жуық адамды өлтірді. Ол сонымен бірге үкіметтегі достармен бірге Африканың сүйікті ісімен айналысты. Ол жемқорлық. Оның адамдары ірі кәсіпорындарды басқарды және Зимбабведегі барлық сауданы реттеді. Шағын және орта бизнесті дамыту жоқ. Рахмет. Бұл жерде біз Мугабенің екінші немере ағасына тиесілі кейбір мемлекеттік кәсіпорынды субсидиялауды жөн көреміз. Бірақ Мугабе мүлде тырыспады деп ойламаңыз. Тіпті либералды экономикалық реформалар жүргізіп, дамыған елдермен байланыс орнатып, денсаулық сақтау мен білім беруді жергілікті халыққа қолжетімді етті. Бірақ 1990 жылдардың сонында Мугабе бұрынғы отарлаушылардың жерлерін достарына белсенді түрде қайтаруды ұйғарды. Яғни жергілікті халыққа. Ол бұл үшін ең жақсы әдістерді қолданды: жемқорлық, зорлық-зомбылық және қорқыту. Соның салдарынан егіншілікті мүлде білмейтіндерге құнарлы жерлер берілді. Ақтар соншалықты пайдасыз емес екені белгілі болды. Кем дегенде елді азық-түлікпен қамтамасыз етті. Зимбабве азық-түлік тапшылығы мен гиперинфляцияны бастан кешірді. Ал 2000 жылы елде сайлау өтті. Жалпы бұл сайлауда Мугабе мен оның партиясы жеңілді. Бірақ олар жоқ деп шешті. Жеңіліс болмайды. Біз билікте қала береміз. Ал келіспесеңіз, бізде тамаша түрмелер бар.
Осыдан кейін батыс елдері Мугабені салқындату уақыты келді деп шешті. Сондықтан олар елге бір қатар санкциялар салды. Айтпақшы, Ресей мен Қытай мұны істеген жоқ. Бірақ Мугабеге қайта оралайық. Ешқандай саяси байланыстары жоқ. Ешкім сізбен сауда жасағысы келмейді. Ешкім сізге қарыз бергісі келмейді. Ауыл шаруашылығыңыз қатты құлдырады. Ақтардан жерді тартып алу реформасынан кейін көрсету 50%-ға төмендеді. Көшеде бейберекеттік, тамақ жоқ, жұмыс жоқ. Содан кейін біз бейненің басында айтқан ұлы гиперинфляция болды. 2009 жылы экономикалық апат пен төмен рейтингтер аясында Мугабе оппозиционерлермен мәмілеге келуге мейірімділік танытты. Зимбабвеге қарсы кейбір санкциялар алынып тасталды. Бірақ бұл іс жүзінде көмектеспеді. Ақтардан жерлерді тартып алудағы табыстарын бекіту. 2013 жылы Мугабе бұрынғы колонизаторлардан кейбір бизнесті алып тастаудың уақыты келді деп шешті. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл да қорқынышты идея және экономика үшін тағы бір соққы болды. Оның қалай тірі қалғанын білмеймін. 2017 жылы әскерилер жұмыстан кететін уақыт келді деп шешті. Сондықтан Мугабеден отставкаға кетуді сыпайы түрде өтінді. Сыпайы дегенде әскери төңкерістің көмегімен. 2019 жылы Мугабе қайтыс болғаннан кейін Зимбабве астанасында жерленді. Тіпті халық қаһарманы ретінде құрметтелді. Қазір Зимбабведе не болып жатыр? Мүмкін либерализацияның уақыты келді ме? Демократияландыру және өркениет бізге әкелетін барлық сұлулық. Ал Зимбабве заманы гүлденген елге айналғалы жатыр ма? Жоқ, мүмкін емес. Дегенмен қазір ол жерде де жақсы істер атқарылып жатыр. Мысалы, 2000 жылдары алынған шаруашылықтар осы жерлерге шын мәнінде қамқорлық жасайтын ақ фермерлерге қайтарылады. Бірақ бұл күтпеген жағдай емес. Тек бірнеше ондаған адам оралуға келісті. Зимбабве билігі тіпті оларға өтем ақы ретінде $3,5 миллиард төлеуге келіскен. Зимбабвелік доллар емес, бірақ тағы да олар ақшаны қайдан алады? Бұл мүлдем анық емес. Елде бүгінде әлі де жұмыссыздық, инфляция, азық-түлік мәселесі бар екенін ескерсек. Бұл адам Зимбабвенің қазіргі президенті Роберт Мнангагва. Ол әлі Мугабе сияқты 20 мың саяси қарсыласын өлтірген жоқ. Сондықтан ол жақсы президент болуы мүмкін. Бірақ бұл анық емес. Мнангагва экономиканың ырықтандыруды және әлемнің барлық елдерімен жақсы қарым-қатынасты жақтайтынын анық. Бірақ ол қазірдің өзінде бірнеше жаппай наразылықты қатаң түрде басып үлгерді. 2023 жылы ол сайлауда жеңіске жетті, бірақ халықаралық бақылаушылар мен оппозиция кейбір күмәндерін білдірді. Бірақ олардың пікіріне кім мән береді? Бұл Зимбабве өз алтынын сатуды және киім-кешек, дәрі-дәрмек пен азық-түлік сатып алуды жалғастыра ма? Және ақырында мұнда Зимбабве туралы екі жаңалық қатармен тұр. Биылғы жылы Зимбабвенің қорқынышты құрғақшылық басып алды. Азық-түлікке қатысты жағдай өкінішті. Сондықтан шенеуніктер халықты тамақтандыру үшін 200 пілді союға шешім қабылдады. Иә, адамдар аштықтан өлмеу үшін пілді жейді. Сонымен бірге 1-2 ай бұрын Зимбабве билігі Ресейдің көмегімен өздерінің зымыран тасығышын жасап орбитаға өзін ғарышкерін жіберуді жоспарлап отырғанын хабарлады. Бұл өте қызықты ел. Зимбабве. Бейнеролик ұнаса лайк басып парақшаға тіркелуді ұмытпа.